НАСАның Curiosity ровері 7 жылдан бері Марсты зерттеуде. Оның қазір қайда екенін көрейік. Ровер тауға өрлеуде. Шар тауы бүгін ол құрғақ әрі құмдауыт. Бірақ 3,5 миллиард жыл бұрын мұнда өзен көлдер мен жерасты сулары болатын. Алдағы бірнеше жылда Curiosity-ді жөнелткіміз келетін жерлер ақ сызықпен белгіленген. Curiosity жақында жоғарыдағы жартастар мен жотаның арасындағы аңғарға енді. Біз бұл аймақты саздауыт облыс дейміз. Өйткені орбиталық аппараттар одан күшті саз белгілерін көрген. Ғажап, себебі сазды минералдар көбінесе сулы жерде түзіледі. Демеге желде мұнда тұрақты су қоймасы болған шығар. Саздауыт облыстан әрі мына жартастардан сол орбитерлер сульфат минералдарын байқаған. Бұл судың құрғағанын немесе қышқылдық артқанын білдіруі мүмкін. Саз бен сульфат қабаттарын салыстыру арқылы Марс климатының уақыт өте қалай өзгергенін түсіне аламыз. Сульфат қабаттың ежелгі екпінді өзеннен қалған Гидис Валис арнасы жырып өтеді. Орбиталық суреттерден өзен ағызып әкелген қойтастар үйіндісін көреміз. Арна сазды және сульфатты қабаттардан кейінірек түзілген. Бұл шар тауындағы судың тарихының мүлдем басқа тарауы. Осы аймақты зерттеу Марстың сулы планетадан шөлге қалай айналғанын түсінуге және мұнда тіршілік болған жағдайда климат өзгерісі оған қалай әсер еткенін білуге көмектеседі.